қашып келеді. Тіпті артына қарауға да халі жоқ. Сәл кідірсе, артынан өкшелеп жетіп қалған арыстан мұны екі бүктеп, бір-ақ асауы мүмкін. Енді не істейді? Ойпырмай, өлді деген осы шығар. Ақ адал өліммен емес, ажал жыртқыштан келіп, жемтік болатын болдым-ау. Ол ышқынып, бар күшімен қашып келе жатып та өзінің тәнін ойлайды. Оның қалай парша-паршасы шығатынын ойласа, жүрегі аузынан шығып кете жаздайды. Арыстан енді бір секірсе, мұның бүкіл денесімен басып қалатыны анық. Бұл күнім біткені осы шығар деп ойлай бергенде, алдындағы құдықты көрді. Ойланып жатпастан, құдықтан су тартатын арқаннан тас қып ұстаған бойы құдыққа секіріп кетті. Басқа амалы жоқ еді. Әбүйір болғанда арыстаннан құтылды. Енді біраз шыдаса, су алуға келген адамдар құтқарып алар. Үміті қайта оянды. Осы оймен жоғары қарап еді, арыстан құдыққа үңіліп, ашумен ақырып қалғанда, жүрегі шығып кете жаздады. Бірақ енді оның жете алмайтыны анық. Осы кезде құдықтың түбінде бір күркіреген дауыс шықты. Қараса, о сұмдық, құдық түбінен бір аждаһа аузын арандай ашып, мұны жеп қоймақ болып жақындап қалыпты. Жан ұшыра шыңғырып жіберген ол арқанмен жоғары өрмеліп көріп еді, жоғарыдан арыстан гүр ете қалды. Енді не істемек? Мына екеуінің қайсына жем болар екен? Әбүйір болғанда төмендегі аждаһа қанша секірсе де бұған сәл жете алмай жатыр. Әйтпесе шайнамай-ақ қылқыта салары анық. Бір сәттер болғанда жоғарыдағы арыстан мен төмендегі аждаһа да тынышталып, мұны аңдуға көшті. Мұның мына арқанда мәңгі салбырап тұрмайтыны анық. Шаршайды, қалжырайды, қуаты таусылады. Сол кезде екеуінің біреуіне жем болады. Ой тобай, енді бұл қайсына жем болсам екен деп те ойлай бастады. Сөйтіп тұрғанда әлдененің тықырлатқан дыбысы шықты. Жоғары қараса, о таңға нәлет, бірақ бір қара тышқан бұл салбырап ілініп тұрған арқанды кезек-кезек қиып жатыр. Дәл осыдай жағдайда жалғаса берсе, енді аз уақыттан соң арқан қиылып, мұның аждаһаның аузына өзі түсері анық. Бұл осының бәрін көріп тұр. Бірақ амал жоқ, өледі деген осы. Арыстан мен аждаһадан күткен ажал тышқаннан келетін болды. Арқан қиылып, бітуге аз қалғанда бұл құдықтың қабырғасынан ұстайтын бірдеңе табамын ба деп, бір қолымен сипалап көріп еді, ештеңе ілінбеді. Бірақ қолы бір жұп-жұмсақ бірдеңеге тиді. Бұл не? Қолына баттасып жағылған әлгі нәрсенің не екенін ажыратпақ болып тіліне тигізді. Бал екен. О тоба, әлгі балдың дәмін татқан бойда бұл төмендегі аждаһаны, жоғарыдағы арыстанды да арқанды қиып бітуге айналған екі тышқанды да ұмытып кетті. Не деген ғажап! Қорқынышы мен уайымын қолма-қол сылып тастағандай. Ойлағаны тек бал. Басқаның бәрін ұмытты. Дәл осы тұста ол оянып кетті. Манағының бәрі түс екен. Мұндайда түс болады екен ау. Бұл жай ғана түс емес сияқты. Соны ойлаған бол, ел құрмет тұтатын әулиеге келіп, түсін айтып беріп, жоруын өтінді. Сені қуған арыстан бұл, ажал. Одан ешкім қашып құтылған емес. Ол күн сайын артыңнан қуып, бір күні жемі боласың. Ал құдық түбінде аждаһа бұл көр. Дүниені аузыңа қаратқан патша болсаң да, түбінде сол аждаһа көр күтіп тұр. Ет пен сүйектен жаралған пенденің ажалдан, көрден қашып құтылғаны жоқ. Ал арқан, ол сенің өмір жібің. Оны кезек-кезек қиған ақ тышқан күндізің, қара тышқан түнің. Әр күн мен түн өткен сайын оны, өмір тышқан қиған сайын, бұл дүниедегі өмірің
қысқара бермек. Бір күні арқан үзіледі. Сен көрге ажал аждахасының құлқанына құлайсың, жұтыласың. Ал анау балшы, оның дәмін татқанда бәрін ұмыттым ғой. Ол балдың аты пендешілік, күйбелең тіршілік деп аталады. Өйткені біз бәріміз білеміз, күн сайын ажал арыстан өкшелеп қуып келе жатқанын. Бір күні өмір жібіміз үзіліп, көр атты аждаханың аузына түсетінімізді. Бірақ мына қу тіршіліктің алдамшы балына алданып, өлім барын, алдыда көр барын мәңгілік емес екенімізді ұмытамыз. Байығанның үстіне байығымыз келеді. Таққа, баққа жеткіміз келеді. Саған берілген аянда жаратушы, ей пенде, сен мәңгілік еместің. Алдында ақырет күні көр сұрағы бар. Оны да ойлай жүр. Дүниеге құнықпа, оның бәрі қалады, дегенді айтқысы келіпті деп аяқтапты әңгімесін қария. Пенделер, өмір өтпелі. Сіз күнде өлесіз. Жаңа ғана осы әңгімені оқи бастағандағы секундтарды қайтара аласыз ба? Жоқ, ол өтті, кетті. Ол секундтар өлді. Сол секундтармен бірге, минуттармен бірге, сағаттармен бірге сенің де өміріңнің бір бөлшегі өлді. Оның артынан күн, ай, жыл өтеді. Олар да өледі. Сол өлген жылдармен бірге сен күнде өлесің. Сенің қайтыс болған күнің ең соңғы өлген күнің. Олай болса, мына пәни жалғанның алдамшы балына алданба. Әр минутыңды керекті дүниеге арна. Ата-анаңды құрметте, еліңді, жеріңді, отаныңды, тіліңді, дініңді сүй. Жүрегіңді дүниеге, атаққа, байлыққа, арам ниетке байлама. Әр нәрсенің сұрағы бар, сұрауы бар. Ар алдында таза бол. Ең соңғы секундтарың соғып жатқанда, әшхаду айтып жатқанда, жүрегінде өкініш қалмасын. Бәрі өтпелі, бәрі де өтпелі.